Иә, негізінде әдетте Қызық таңыз бағдарламасының парақшаларында біз сұрақ қоямыз. Келесі бағдарлама кім шақырайық деп. Соның ішінде ең көп сұралған, ең көп өтініш жасалған әртістер дәл қазір сахнаға шықпақ. Бұлар жас болса да өте дарынды және де жетістіктері өте көп. Иә, мысалы әлеуметтік желіде әндері 30 миллионнан асып жатады қаралым саны. Ендеше құрметті достар, қарсы алыңыздар. Қызық таңыз сахнасында Акимич және Бибо. Ассалаумағалейкум. Қатыра, қошен, қатыра. Сәлем. Акимич және Бибо. Керемет. Қайсың Акимич, қайсың Бибо? Міне. Мен Акимич Бибо. Так. Мінеке, Акимич және Бимо, немесе Акимич және Замакимич. Күшті, қалай? Көңіл күй қалай? Өте жақсы, рахмет. Сіздерді көрген кезімізге қуаныштымыз. Ассалаумағалейкум. Тамаша. Бимо. Рахмет. Ассалаумағалейкум барлығыңызға. Амансыздар ма? Екеуінің дауысы. Екеуінің дауысы кәдімдей. Дәу жуан екен кәдімдей дауыстарың. Ән қосып көрші Жомарт кәні. Мен мұна действительно бір қырықтағы бір аға айтып жүрма десем. Түрлері сүт бап тұрған мен жаққа келген. Даусына сай емес ше түрлері. Мынау 2,5%, мен 3,2 болып тұрмын. Әңгіме онда жақсы кетейін деп жатыр. Дәл осындай вайпта әңгімемізді жасыл диванда жалғастырайық. Қошеметтеріңізбен кетті. Акимич және Бимо! Алғашқы рет Қызық таңыз бағдарламасында Акимич және Бимо, немесе Айдос және Бейімбет. Иә. Өте керемет қазақтың есімдері. Неге Акимич, неге Бимо деген псевдоним алындар? Мектеп кезінде 11 класс, 10 класс оқып жүрген кезде дос балаларым барлығы маған Бейімбет дегенде қысқартып Бимо деп айтып кеткен ғой. Яғни мектептегі лақап атың Бимо, иә? Ол бірақ мынау кішкентай кезінен ғой көбісінде. Менде осы 10 класстың аралығында. 10-нан бастап есіміңді өзгерте бастады ма? 10-ға дейін кәдім Бейімбет деп айтып жүрді ма? Иә. Неге 10-нан кейін ерінді бәрі сенің атыңды толық атауға? Жоқ, айтатындар бар, жақындарым айтады. Кейбіреу андай ерінеді ғой, Бимо дей салады. Мен бұл андай 40 жастағы жігіт па десем, шал екен ғой мынау. Кәдімде аталар сияқты айтып отыр. Анадайымда, кезінде 10 класста. Бейімбет едім 10 классқа дейінда. Оларға дүниеден өтіп кетті. Жалғыз қалдым ғой. Бимо. Таныстарың, жақындарың Бейімбет дейді, иә? Көпшілікке Бимосың. Айдос, не деп атайды сен? Айдос үшін по настроению ғой. Настроение жаман болса Бейімбет дейді да, андай кәдімгі. Нормально болса Бимо. Жақсы болса Бимосика деймін. Бимосика. Ой, да. Вау, Бимосика не деген. Марат екеуміздің досымызға 20 жыл болды да, бір ретте Макосика демеппін мен бар ғой. Жоқ. Ешқашан. Еркосика демеппін мен. Еркося. Жоқ, қазір бұның жасын естігенде сөзін Бимосика деу керек екен ғой деп қаласыз. Жасқа келеміз. Жасырмаса егерде. Сен өзің атыңды айтып алсай бірінші жасты потом. Өзіңді атыңды айта сәшанда. Менде Акимич деген ат, фамилия, отчествосынан сөйтіп құрап алғам. Ким Айдос Нұрмұхамедович негізі. Сосын Акимич. Ким Айдос Нұрмұхамедович, сен ұлтың кім болатыр сенің? Ким Айдос Нұрмұхамедович. Қалай сонда?
Мен мамам кореянка, папам қазақ. Сөйтіп мамам фамилиясына жазылған ғой туылған кезде. Мен толыққанды кей-поп десек те болады екен ғой, яғни Акимич деген мен ойлаймын, Акимич андай инстаграмда жазады ғой, Акимич пен Бимон шақырыңдар, Акимич шақырыңдар, Акимич дейтін бір орыс па деп қоямын, бір Якубовичтің інісі ма деймін. Жоқ, Акимич деген ондай жаттанды тез. Бірден, оңай айтылады. Акимич нормально ғой? Әдемі, шынымен күшті. Ұнайма Акимич естілер. дейтін псевдоним. Әдемі, өзіне жарасады, Бимоға да жарасады. Ал жаңа жас. Әдетте өздерін қатарлы әншілер, жас әншілер бізде білмеймін бір үрдіс пайда болған. Өзінің жасын жасыру дейтін. Қайдан шыққан білмеймін. Сендерде ондай бар ма, жоқ па? Менде жоқ. Сенде жоқ, сен айта бересің. Мен айтамын. Бимо? Жаңа Акимич деп отыр ма едік? Не деп отыр едік? Ата! Сен осындасың ба Біз сен? басқа темаға кетіп қалдық. Жасты айтып жатыр. Есімнен өтіп кеттік. Жасым ба? Иә, жасың сенің. Қанша болып отыр қазір? Көз жасын. Көз жасы дейді, құдай сен кім? Жаңа майылай, әзілге кірмесен, не қыласың? Өзі де түсініп, молодец. Так, Бірінші Айдос айтсыншы. Мен 2001 жылым осыдан 3 күн бұрын туған күнім болған, 24-ке толдым. о, Міне. Иә. Ол несіне жасырады деймін да? Яғни 2001. 2001 жылғы. Бірақ даусың 81 ғой сенің. Түрі 2001, даусы 81. Иә. Ал, Бимо, саған кесек. Жас неше деп атсың? Мен негізі осы Қызық Таймсқа келмей тұрып айтпағам ешқай жерде. Айтпай қойшы. Жасын айтсын ба? Сұрасын деп тұр. Білгілеріңізге алды міне. Қалай сен? Вот именно ол білгісі келіп отыр ғой, мен айтпай қойсам күшті болады емес, одан сайын қызық болады ол. Ешкімге қызық емес. Айлайн, ешкімге қызық емес. Жасыңды өзің айтасың, болмаса мен мынақта жазылып тұр, соны оқи салам, болды. Еш қиналмаймыз біз. Мақұл, мен Мақыл деп адал жайын жасап атқан есің ғой? шынымен де осы Қызық Таймсқа келмей тұрып мен жасымды ешқай жерде айтпағам. Айтсам да андай өтірік айтсаған шығармын 2003 деп ше. 2006-мын. 2006 жасым. Уәлә! Туылған жылым. Неге бәрі уаа дедің? 2006 адам туылған ма не? Айттым ғой қызық болады деп. Не деген реакция бұл? Қай жылғы деп ойладыңдар сонда? 2004? Со 2 жылға бола деп атсыңдар ма сонда? Деп. Сондай, иә. Сол жын Бимосика деп қалам да арасында. Бимоська, 2006. Бала ғой, кішкентай әлі, 2006. Неткен жассыңдар, жарайсыңдар. Мінекей, жас болса да, құрметті достар, керемет, дүние жасап жатыр, керемет контент шығарып жатыр, және ең бастысы ол контент қазақ тілінде. Рахмет. Жалпы сен үнемі көзілдірікпен жүресің бе? Ой, бұның көзілдірік шешу деген қиын. Көгі айтыншы. Тарихын. Нағып дұшпан болып отырмын. Екеуің бірге келген сияқты кәдімдей. Бәрін ішті тұнып қалған екен, толып қақты. Шығар, Бимо бәрін шығар. Неге? Айт, көзілдірік. Давай, жібер, Бимбет. Көзінің асты қараят деп кема. Өзіне жарасады бірақ. Сен не секіріп атсың енді? Ой деп мощный қып айтатын адамдар бастадың. Давай енді. Айт. Постоянно бір видео түсіретін кезде очкиім айда деп іздеп. Жетеді сөйтіп андай анталасып кетеді. Қалай ойлайсың, неге үйтеді, неге олай істейді Бимо? Көзінің асты ісіп тұрады мысалға, или қарайып тұрады деген сияқты ғой. Сөйтіп бізге айтады, білмеймін енді. Жоқ, көзінің асты емес, полный беті қарайып тұр ғой бұның. Жоқ, сен жаңа бұлай айтты. Ой, көзілдірік па! Деп бастатты. Просто көзінің асты. Ұмыта салайықшы, пожалуйста. Жалпы өзіңе ұнай ма сол көз? Жоқ, зрениеңкі бұл. Бұл зрениеңкі ма? Қойш, тексерейікші. Бебетті өзгерген жоқ қашын. Ашейін ғой. Қалай зрениең? Бірдей сар көздеріміз екеміз. Или мен уже зрение нашарлап отыр ма? Мен сондай болып барадыр ма? Жай ғана ойлап қалмаңыздар, көшеде көріп қалсаңыздар, көзілдірік зрениеңкі әрі өзіне жарасады. Тәкаппар деп ойлап қалмаңыздар, бұл жалпы көздің көзілдірігі, иә? Иә, көрермендерге түсіндірдік деген ойдамын. Білуімше, таныстықтарыңыз да өте қызық болды, иә? Мен негізі текст жазам өлеңге, текст жазам, мотив шығарам. Мен қасыма бір аранжировка ақша құртпай ақ қойын, осы бір аранжировка жасап үйренетін дос балам болса ғой деп ойлап жүремін.
содан кейін тиктокта көріп қалдым мынау бір Джакалиптің бір өлеңінің аранжировкасын тура қалай бар солай жасаған ғой. Аха. Сосын жаздым қайдан ассалаумағалейкум брат деп қоямын ғой. Братишка. Ол кезде братан ғой, брат. Ассалаумағалейкум брат, сен қай жақтансың? Осылай деп танысып сөйлескем. Алматыдан болса олар еді десем, сөйтсем мен Астанадамын, Астанада тұрамын дейді. Сосын жақсы деп бірақ күшті сөйлесіп кеттік. Сосын мен осы үшін Астанаға көшіп бардым. Осы біздің студиямыз жақсы бірге дарыға жұмыс істей аламыз деген. Бұны еще дауысы маған ұнайды өлең айтқанда. Сол үшін сөйтіп Астанаға мен көшіп бардым. Астанаға көшіп келіп, бірінші өлең жазып, екінші өлең жазып, сөйтіп дуэт болып боламыз деп шештік қой біз. Шыны керек, мен былай еститінмін әндеріңді, бірақ осындай жас жігіттер оны орындайды деп еш ойлаған жоқпын. Сондықтан кеше қараған кезде әрқайсысы бір 10 миллион, 20 миллион тамсандым жігіттер, жарайсың. Рахмет көп. Шүкір, рахмет. Тамаша. Ал енді жалпы әндер туралы айтып жатырық. Әндердің атауы неге олай, сор маңдай, соңғы рет, қайтадан бастама, ұмыттың ба, түсінбедің, неменеге сендер қыздар лақтыра берген ба, не істеген сендерді? Неге барлығы осындай? Барлығы бір қызға арналған ғой. Екеуің бір қызға ғашық болсың ба? Жоқ. Текстерді мен жазам ғой енді. Мен білемін, ол бір қызға арналды ма. Іштей бар ғой, бір демек. Бар енді сәл. Так, осы жерден жақсылап тоқталып кетсек, қалай болды? Кейде ол мысал достарымның бір оқиғаларын естіген, солардан шабыттанып андай бір арасында сондай текстер де бар. Жоқ, бір екеуі бар дедің ғой енді, іште өзіңнен Иә, бар. шыққан ол Сүйе тұра деген өлең. Сүйе тұра деген өлең, сүйе тұра Қоштастым. Айтып берші кәні. Сүйе тұра қоштастым, іштей сені қалап тұрып, көздерімнен тамшылар құлап тұрып, тәңірімнен бақытыңды тіледім, жүрегім жылап тұрып деген. Неменеге мұндай дауыспен айтасың жүр әндеріңді? Неге бұқалың? Мұндай дауыспен мен де лақтырып кететінем сені. Сөйтіп, сүйе тұра қалай болды айтып берсең? Қызға ғашық болдың, екеуің жүрдіңдер. Неге сүйе тұра айырылысып кеттің? Жаңағы енді мен Алматыдан Астанаға көшу керек болдым. Сол карьераны таңдап кеттім. Либо мен таңда, либо творчествосын таңда деді, саған. Дәл солай. Да, соны айтсың сен, мен неғып айтып беріп жатырмын, как будто сөйтсен. Егер сен Астанаға кетсең, біз бірге бола алмаймыз, себебі араға шықтық Ол бар айтыпты ғой. Мен айтқан жоқпын. Сені тастап кеткен болып тұр ол, иә? Иә. Ойындай берсе ғой, ештеңесі жоқ. Солай болып тұрмын, ойнап тұрмын. Есімін айта аламыз ба қазір студияда? Жасырын ба? Мына камераға қарап, сәлем жолдасаң болады сол қызға, мысалы. Құрметті, Акимыч тастап кеткен қызы, міне, қазір Акимыч қандай дәрежеге жетті. А сен қал сол жақта. Көрдің бе, міне? Жоқ, ол да көтеріліп кетсін, өз жолын тауып кетсін. Ол да көтеріліп кетсін. Жақсы. Не деген джентльмен, ой, көтеріліп кетсін. Ол да өзінің бағын тапсын, өзінің жолын тапсын деп кәдімгідей шын ниетпен айтып жатыр. Қошеметтеріңіз ма? Мынау бір әннің тақырыбы ғой негізінде. Негізі байқасаңыздар, Акимыч пен Бимоның әндерінің барлығы мұңды, неге олай? Мен өзім көңілді өлең жазамайды екенмін. Өзім тыңдайтын әндерімде сондай жаңағы. Сондай баяу әндерді. Дауысымда сонда мен өз даусыммен көңілді өлең айтып тұрсам, бәрібір көңілсіз сияқты естіліп тұрады. Жалпы сен дауысың шынымен де өзгеше сөйлеп қалған кезде шок болған адамдар болды ма? Бізден басқа, бізден бөлек? Мен көбінесе таксиде отырамын ғой. Таксиде мен түрімді емес, даусымнан таниды көбінесе. Брат, сен осы ән айтпайсың ба деп айтамын деймін. Сен таксиде үнемі сөйлеп отырасың ба сонда? Жоқ, енді отырғанда міндетті түрде ассалаумағалейкум. Мен таксиге отырған кезде үндемей отырған жақсы көремін. Сен кәдімгі сөйлеп отырасың ба? Ассалаумағалейкум көке. Мен анаға дейін апарып тастайсыз ба деп отырасың ба кәдімгі? Ән айтып отыр. Ассалаумағалейкум көке. Подтастаешь меня, таксист. Разбаки ваша гадна. Жол қысқарда отырайық көке деп. Таксист. Сен ән айтпайсың болсын деймін. Сен Акимыч емессің ба болса? Үлкен кісілер емес, жасар көп, жас балалар таниды. Көп жастар көп таниды. Таксистердің өзін таңдайсың ба сен сонда?
үлкен водительге сен отырмай кетесің бе не? жоқ мені таниды деймін. Мені таниды. Жастар таниды. Иә, жастар жастар таниды. таниды. Бимо сен ше, сен неге андай баяу өлеңдерді таңдадың, әндерді? Әлде бар ма репертуарда? Бізде бар екеуміздің дуэтіміз Lady деген ән. Lady деген ән. Ырғақты ма ол? Я кәдімгі билейтін, мен оны даже кәдімгі тренд Өзі сағам биі оған. бар осы, сол өлеңге биі бар өзі жақсы. Көрсетші би. Қандай би? Музыка бола. Музыка. Музыкасы болмайды ғой енді. Музыка керек. болмайды аға. Болмайды ғой. Ата-ана сияқты отыр. Бимоның сөйлегені Уәлибекке ұқсай ма сондай Мынау ма? Міне осы ғой. Не деген ырғақты мынау? Қайырмасынар ма? Билеші ал, давай. Мынау рок қой негізінде. Поддержка беріп отырайық кішкене. Поддержка беріп отырайық. Кән, давай. Ага. Осындай болды, осындай. Бимо лайым билемек қой бұдан бұлай. Бұл ән айта берсей, не қыласың? Үйде тарақан көбейіп кетті деген би ғой. Қазір бишілер жалдауға болады, мысалы. Сөйтсей сен. Жаңағы мынау, не мынау? Тарақам езіп атқан адамдарға ұқсап. Қошеметтеріңізге ұялмай шығып, билеп, өзінің эмоциясын сіздерге бөліп беріп жатыр, молодец. Мінекей, жаңа ғана айтып жатырмыз, әндердің көбісі мұңды, жауапсыз махаббат деген нәрсеге байланысты шығып жатқан шығар көп нәрсе, иә? Ал жалпы қыздарың бар ма? Жоқ қазір, жоқ. Қазір басым осы, сенде де жоқ. Неге бейттің? Түбінде жүрмейсің ба не қыздармен? Жасым әлі кішкентай, қызбен жүруге. Тоқта, 2006 нешедесің қазір? 19. 19-ға енді толды жақында. Ол просто не ғой, бірінші творчеством дұрыстап алғаннан кейін, бірақ уже іздестіре бастаймын ғой ақырында. Іздестіре бастайды. Іздестіреді. Объявлениеден іздеп жүрмеш әйтеуір. Жалпы енді бір өміріңде бір махаббат болған шығар енді. Ғашық болған кездерім болған. Шынымен айтайын ба, мен соңғы рет 7-ші класста жүргем. Одан кейін жүрмедім қызбен. Не болды ол? Дилназ қайтесің? Қарағанда Дилназ. Давай. Бірінші. Сталды. Девочка из города Караганда. Автор ғой, ә? Сәл теңестіріп отырайық та. Так. Осымен қойдық. Так, Қарағандыда не болды? Қарағандыда бір выступление болған кезде бір қыз ұнап қалады ғой. Иә. Айдос екеумізге ұнап қалады негізі. Жоқ, мен андай қылып айттым, мына қыз мен жарасатын сияқтысың деген сияқты қылып айттым. Ол сахнаның артында жүрген қыз. Сосын. Так. Айдоспен бір фанаттар келіп фотоға түседі. Ал фотоға түсіріп тұрған қыз сол қыз ғой. И жай фотоға түскен баланы шақырып алдық бері қарай. Бауырым, ана қыз инстаграм берші дейміз ғой. Сосын. Инстаграм берші деген кәдімдей құпия ма кәдімгідей оны не? Енді ақырын айттық қой біз енді адамдар толып жатыр. Образға кіріп қойды. Сосын инстаграмны алдың. Алдық инстаграм, сол түні жазып араласып жүрдім, айырылысып кеттім. Не деген керемет бір ауқымды, толыққанды оқиға. Кино түсіруге болады ғой мына оқиғамен. Бағана ғана мәрт болып отыр едің. Мен 7-ші класста ғана жүрдім, одан кейін деп. Мен просто андай бір 2 айлық или 1 айлық отношенияларды санамаймын ше. Мен саған айтайын. Қызықтаймыз бағдарламасының 15 жылдық тарихында бүйтіп даже Мейрамбек Бесбаев жыртылмаған айлық. Мынау не деген шашылу болды мынау. Мен 1 айлықтарды санамаймын. Мен 1 айлықтарды санамаймын, өйткені ондайлар болған жоқ. Так, Қарағандыда қызбен неге айырылысып кеттің? Жылама. Айта бер. Айтпай қойшы. Неге? Ол енді Айдос араласып кетті ма? Жоқ. Вообще оңға түсіп, өзіміздің арамызда жай внимание беру керек болды да қызға. Мен қазіргі именно осы жасымда творчествомен жүріп келе жатқан кезде мен қызға деген вниманияны аз беремін да. Олар оған кәдімгідей беру керек қой енді. Қыз болғаннан кейін жақсы көріп кәдімгідей.
проблемаңыз серьезный екен. Иә. Шығармашылықты таңдадың, әзірше белгілі бір қарым-қатынастарға дайын емессің, иә? Соны айтқым Иә, келді ғой. соны Сөйтіп айтқым келді. айтуға болады ғой мысалы. Енді дұрыс қылып айтуға болады ғой. Қошеметтеп қойыңыздар. Бірақ енді мойындап іштей барлығын айтып жатыр. Бар ғой, кәдімгідей ашылып, көрермендермен бөлісіп. Көңіл бөлу керек. Жасымда міндетті айттым түрде. ғой да тау. Ой, О, қиылған міндет екен. қылмаса тоқ етері қыздарға көңіл бөлу керек. Көңіл бөле алмасаң Обязательно. жүрме. жүрмей қойған дұрыс деп Дұрыс жатырмыз. па? Дұрыс айтады. Жүрсең көңіл бөл, болмасаң деген. Міне. Ал жалпы мынау қызықтаймыз бағдарламасына келеді деген кезде, мысалы шақырды деген кезде қандай сезімде болдыңдар? Өте қатты қуандым. Мен енді любой бастап келе жатқан жаңағы фрешман дейді ғой, әншілердің Иә. әнші болсын, актер болсын, қызықтаймыз деген андай бір потолок сияқты ғой. Потолок шоулардың Иә. бір арман, Тура арман, айтты. мақсат болғаннан кейін Иә. сол үшін мен неғылатын аффирмация жасап бұрын елестететінмін өзімді. Қызықтаймыз сіздермен амандасып отқандарымды. Именно өзімді мынау оң жағынан отыруды елестеткен ғой. Сол үшін жаңағы бимо келіп неғып отырғанда ауысып отырайықшы деп андай чтобы толыққанды жаңағы елесім сәйкес келу үшін. Тамаша, керемет. Өте қуаныштымыз Біз де қуаныштымыз, сіздерді рахмет. көруге. Жалпы мына қызықтаймызға келер алдында қалай болады деп ойладыңдар жалпы? Былай істейік. Бәріміз қазір экранға назар аударайық. Бізге бір видео түсті жақында. Сол видеоны бірге көрейік. Одан кейін сөйлесейік. Ал, видеоны қосып жіберіңіздер бізге. Бірақ имей в виду, Марат наоборот ақтап шығады, қорғап шығады. Марат ағаша. Еркебұлан әр бәлеңе жаз, әр сөз, әр қылық, әр қимылыңа жабысады осы. Мен біліп Мен бұл жерде сіздерді ақтай алмаймын енді. Ренжімеңдер. Әр сөз дейсің ба? Аға бірақ шынымды айттым ғой жаңа. Әр қимыл дейсің ба? Иә. Кім анда рөлде отқан? Қимылдарың Айман. күшті екен. Ұнап жатыр маған сөз саптауың бәрі. Жақсы, қайтып жатсыңдар ма? Үйге сәлем айтыңдар. Бақытты болыңдар. Терлеп кетіп Сендерді Мен бұл жолы сіздерді қорғап ала алмаймын. Еркебұлан Вообще ағалар ма? тисе береді екен сендерге. Әр сөз бір. Акимыч. Жауап берсей, сұрақ қойып жатырмын саған. қателесіп қаптым да. Қателесіп қаптым дейді. Осы орайда, құрметті достар, мен айтқым келіп отқаны, маған Бимо деген әнші қатты ұнайды Акимичке қарағанда. Жоқ, андай ғой, просто мен енді бимоны. Қандай ғой? Мен бимоны всегда сахнаға или бір жерлерге барған кезде всегда совет беріп, жасым үлкенірек болғаннан кейін шамалы болса да, всегда дайындап, осылай болады, мынау бүйтіп айтады, мынау сөйтіп айтады, соған дайын бол, осылай жауап беруге тырыс деген сияқты айтып отырамын да. Енді сіз бүкіл қызықтаймыз, постоянно жібермей көреміз ғой. Кеше ар күні шынымен де бір қызықтаймыздың 3 выпускын ба көріп тастады, кәдімгідей зерттеп ше. Сосын бимоға айттым, бимо Марат аға ақтап шығуға тырысады, бірақ Еркебұлан аға прикол ұстайды, әр сөзіңе прикол ұстайды. Қимылыңа. Тисет дедің ғой, киінгеніңе қарап сонда. Әр бәлеге. Бәлеге. Дұшпан. Жоқ, менің ойымша енді бұл дайындалғаны ғой, енді Уайымдадық біз. бір артық бір нәрсе айтып қоям ба, айтып қоймайым ба деп ақтауым керек пе еді, не істеймін қазір. Қызықтаймыз бағдарламасының досы бар, Айман деген, жалпы осы екі жігіттің менеджері, соған сұрағанымызға түсіріп алшы. Иә, түсіріп алшы деп айтты. Не айтады екен? Бәсе кеше сұрақ қоймайды, не айтасың ертең? Не болады ертеңде? Сондықтан бұл бір достық пранк ретінде қабылдаңыздар. Иә. Кәдімгідей уайымдап кетті. Уайымдама, еш уайымдама. Енді ол Кешірім сұраймын. Пранк есебінде қабылдаңыздар, мен қабылдамаймын. жарайсың. Рахмет. Иә, негізі сіздер кәсіби музыкантсыздар ма? Біз оқымағанбыз, мен вообще поварға оқығам. Тамақ күшті сөйт негізі шынымен де ше, ертең отырыста істеп береді.
ерекеңе Отырсыз. бір қазан палау атайын деп тұрсың ғой. Иә, бұйыртса кәдімгідей дастархан жаю керек болып тұр ғой. поляна. Иә. Иә. істеп береді Жоқ, шынымен повар болып жүрдің, а жалпы қалай келдің музыкаға? Жоқ, былай мен 9 классты бітірейін деп жатқан кезде папаға айтқан мен бір музыкальный колледжге келейік универге түсейін деп. Сосын папа айтады, ол ертең жұмыс бола ма, саған ақша бола ма, одан да бір стабильный зарплатасы бар, неге кір деген. Енді әкемнің сөзін жерге қалдырмай, жақсы әке айтсаңыз болды дедім де. Сол кезде кухня деген сериалды көріп жүретінмін. Қатты ұнайды өзіме. Соны көріп жүретінмін. Жақсы Ана сериал. әзілдері, жаңағы интеллектуально өте жақсы. Соны көріп жүрдім де. И қызық болды маған, может, поварлардың өмірі шынымен осындай қызық шығар дедім. Сол поварға түстім. Именно музыка жазуға ақша жетпейтін постоянно. Сол үшін мен жұмыс істейтін, заправкада жұмыс істегем, Royal Petrolда. соңғы ақшасын музыкаға салып жібере салады. Официант болып жаңағы бүкіл жер жұмыс істеп, сол ақшаларды именно музыкаға беріп тастайтын, бірақ постоянно дым шықпайды. Сол кезде ойлайтынмын, папам может шынымен айтқан шығар, ақшаның бәрін бекер жіберіп жатқан сияқтымын деп ойлап жүрдім да. Бірақ бәрібір түбі қоймадым. Андай ішімде бір жатар кезде бір елестеп кетеді. Қызықтаймыз тоғытқандарың, үлкен сахналар көзің елестеп кетеді. Сол нәрсе бір арманнан андай бас тартуға мұрша бермей тұрды да. Тамаша, тамаша. Мінекей армандаңыздар. Ақыр соңында ешқашан да кеш емес. жетесіздер, иә. Ешқашан да кеш емес. Міндетті түрде армандарыңыздан бас тартпасаңыздар, түбінде жетесіздер. А кім түрткі болды жалпы шығармашылықпен айналысуға? Мен бала кезде енді өлең айтатын, мектепте де өлең айтатын, жаңа активист болып. Сол кезде маған апайлар айтатын, сен осы әнші боласың ау деп. Еще мен текст жазатын шығардым. Бірінші ол вообще бір 6 класстарда ма бастадым мен текст жазып. Текст жазатынды сол кезде білдім. Андай апай айтады ғой енді жаңағы үйге қыз туралы бір жұмақ өлең шығарып келдіңдер деген кезде мен кәдімгідей нормально бір 4 жұмақ өлең жазып келетін болсын. Апайға көрсем, апай, мынаны сен өзің жазған жоқсың дейді. Мен жылаймын, апай, өзім жаздым деп. Еңбегім бағалап түнімен жазамын ғой ана текстті. Неге сол сенбейді кезде енді сен әлі кішкентайсың ғой, мынаны қайдан сен жаздың деп тұрсың деген сенбейді да, сенбеушілік болды да енді. Нәтижесінде мінекей керемет тексттердің авторы болып жүр. Молодец. Сенше, сен бұл повар болды, сенше? Бимо. Мен садиктан бастап өлең айтамын. Так. Папам, мамам музыкант мен барлығы. Нағашыларым барлығы музыкант, өлең жазады. Менде папам кәсіби емес, бірақ отырыстарда домбырамен өлең айтатын ғой. Яғни шығармашыл отбасыдан шыққан, үйде не көрсең, ұшқанда соны ілерсің дейді, иә. Мінекей бәрібір соның әсерінің нәтижесінде екеуі де керемет шығармашылық әлемінде өзінің бір орнын ойып алатындай жігіттерге айналды. Жарайсың. Рахмет. Жалпы екеуің достықтарыңа қанша жыл болды? 1,5 жыл болды. Иә. 1,5 жыл, бірақ бір-біріңді енді жақсы танитын шығарсыңдар. Иә, біз өйткені постоянно концерттерде де біргеміз, студияда да біргеміз. Айта берейін ба? Айта берсе, айта бер. Что-то жаңып кеттім ау деймін. Біз студия үйге Бимо келеді, сол кезде бізде микрофон, арзан микрофонмен ноутбугын былай ашып қоямыз да, үйде Арзан емес, нормально тұрады ол. жоқ, негізі Абылайдың студиясында 2 миллион тұрады ғой, біздікі 10 қасында арзан. Ой, нормально. 60 000 теңге. Нормально. Сол үйге келеді, үйде анау запись жасаған кезде жаңғырық болып тұрады ғой. Сол үшін біз үйде плед бар ғой, пледті осылай жамылып алып, более дауысты глушить ету үшін солай үйде жазатынбыз. Демон жазамыз да, студияға барамыз ғой. Мына жерлері қызық па кезде. Так. Студияға барамыз ғой. Бізде Абылай деген кісі бар, Абылайға көріп отырсаңыз, ассалаумағалейкум. Біз Аллаға шүкір қызықтаймыз та. Сен анаяқта дейші. Сәлем айтып қояйын деген ғой. Бізде енді ақша жоқ басында шынымен де. Біз көп өлеңдеріміз қарызға жазылған ғой. Хаттарым, сүйе тұра деген өлеңдердің бәрін біз қарызға жазғанбыз сол студияға, Абылайға студиясына барамыз да, тақылдатып, қалайсыз Абылайға осындай бір өлең бар еді, мынау күшті өлеңші осы ататын сияқты деп Бимо екеуміз тұрамыз да. Давай жазайық дейді. Жазғанда просто сәл теңге болмай тұрды ғой, записке деп айтамыз. Қарызға жазып бере салыңызшы аға дейміз да. Жарайды жігіттер, сосын қойып беремін аға 1 аптаның ішінде деймін. Негізі 70 000 теңге ғой, записпен полныйын істеп беру. Сөйтіп оның өзін еще қарызға жазып береді. Студияға барамыз, қарызға жаздырамыз да, шығып есік алдында тұрамыз да. Жақсы, сонда біз қайттық, жақсы Абылайға дейміз да. Абылайға таксиге бір 2 000 теңге бар ма деп. Үйге жеткен соң доставкамен тамақ жібере салыңызшы Абылайға. Абылайға мені оқуға түсіріңізші. Абылайға үйленейін деп едім, тойым жасап бересіз ба? Сөйтіп жарайды, оны да беретін, соның бәрін жаңа ғана қоса салып бірге қайтара саламын деп екеуміз үйге қайтатынбыз.
яғни үй студиясында кәдімгідей плетпен мынандай арзан микрофонмен жазылып ақыр соңында мінекей сіздерге жетіп отыр. Және де ең бастысы өздерін қолдайтын ағалары бар екен, Абылай деген. Сондықтан Абеке, сізге рахмет. Мына қошеметтің барлығы сізге, Абеке. Респект, осындай елімізде азаматтар барына қолдау білдіріп. Ақшаны қайтардыңдар ма енді Абекеңе? Қайтардық, артығымен қайтарып бердік, Аллаға шүкір. Сосын тағы бір дос балама сәлем жолдасайыншы. Жолда тағы бір дос балам. Олжасхан деген балам, танисыздар ғой, блогерді? Танисыздар ғой бәріңіз? Зиги-Загидің... Иә, бәріміз Бимо екеуміз күнде ішіп жүрген Зиги-Заги бар ғой, кәдімгі. Иә. Соның тоже ол амбассадорым, иә. Сол Олжасқа да бір сәлем жолдақ келгенім тұр. Неліктен? Олдан да біраз ақша алдым мен. Олжасханнан ба? Бәрінен ақша сұрай жоқ, мынандай oldu енді мен Астанаға дымсыз Арман қолап бардым. Иә, арман қолап дымсыз бардым да басында. Шынымен бірақ сеніп тұрдым, іште бірдеңе болады по-любому түбі деп ше. Бірақ Олжас бауырым сол жақта бар болғанда ол мені қолдап жүрді постоянно. Квартираны төлеуге көмектесіп, ол да таксиге ақша берді. Сөйтіп Олжас бауырыма айтатын. Достар, сонымен Акимичтің қарыздары атты бағдарламаны жалғастырамыз. Олжасқа сәлем, оған звондағанда айтатын, білесің ғой, ертең көтерілеміз, бұйыртса қызықтаймызға барамын да осыны айтамыз, осының бәрін айтам көмектескеніңді деп сөйтіп айтатын. Прям сөйтіп айтатын бе едің, қызықтаймызды айтам деп? Жоқ, дос угарать етіп, по идее, сөйтіп айтатын ғой, ертең қызықтаймыз білесің ғой, барғаннан айтып отырамын ғой, осының бәрін сау жайшандай деп айтатын ғой. Ендеше Олжасхан, саған да рахмет. Уәде, айтам деді ма? Айтты. Олжасхан, рахмет. Және де Олжасханның атынан сіздерге шағын сыйлығымыз бар. Иә, шағын сыйлығымыз бар. Зиги-Заги. Зиги-Загидан осындай сыйлық. Мінекей. Алып, беймарал ішіп отсаңдар да болады. Құрмет достар, Зиги-Заги көтеріңкі, көңіл күй. Қызықтаймыз. Біздің ресми серіктесіміз, және де сіз айтып отырған Олжасхан да қазіргі таңда Зиги-Заги сусынның ресми амбассадорларының бірі. Ал Зиги-Заги болса, бұл өздеріңіз сияқты, Олжасхан сияқты отандық өнім. Дәмі күшті негіз. Қай дәмі ұнайды? Маған осы киви. Киви ғой сол, иә. Саған ше, жалпы қандай дәмдері бар Зиги-Загидің, білесің бе? Гранат, лайм, тархун, груша. Сен мына жерде қотсың. Білдіртпейін деп қалдау деймін. Коробкасын бүйтіп алып, қарап отырады. Суретте не бар, соны айтып тұрған ше. Лайм, мұз, ұнай. Түр бермеймін айшы. Бүйтіп көзін сұрқаған. Гранат, лайм, груша, тархун. Өмірдің жарқын дәмі. Осындай ән бар деп таратып көмектескен ең бірінші осындай бір талчокты берген бауырым Олжас. Міне, қазіргі мінекей жас толқынның ең бір күшті жері бізге ұнайтын, барлығы бір-біріне көмектесіп жүреді, жарнама жасап, әйтеуір демеп жүреді да, бұл ең өте керемет қасиет. Жалпы қалай жағдай, Бимо? Не жаңалық болып отыр? Сен негізі бұл менен көп сөйлейтін бала еді. Мен негізі көп сөйлемеймін олай. Білмеймін, қысылып қалған. Жоқ, мен сен историяңды айттың ғой, тыңдап, адамдар естісін. Бөлмей-ақ қояйын дегенде, әдемі айтып отқаннан кейін. Жақсы, күшті айтшы өзің бар. Оқиғалар өте көп. Айтшы кән, Бимо. Бір рет фанат кім жайлы айтып берейін да онда. Дайындалып келген ғой, міне. Кеттік ал. Фанат кісі айтады, фанат кісі жайлы. Кет. Ол по-любому көріп отыр негізінде ше. Привет. Араласам. Сөйлесем былай, дос ретінде. Астанада выступлениеміз болады ғой. Выступлениядан шығар кезде саған бір подарогым бар дейді ғой. Ол андай қыз ғой. Мысалға біз Жетісайда концерт бердік, даже Ақтөбеде концерт берсек те, Алматыда берсек те, әр қалаға ұшып келе береді именно. Айдос үшін емес, мен үшін келе береді да. Сен үшін, иә. Не деген қарапайымдылық. Неге Айдосқа бірдеңе бермейсің десем, сен ұнайсың дейді. Деген сияқты ғой. Яғни қаладан қалаға келе бере ма сонда? Сол жаңағы соңғы выступлениеміз ғой Астанада. Соңғы рет Астанаға келді. Выступление шығар кезде сыйлығым бар деп, мына адресті жіберді маған, бір адресті. Сол жаққа барам. Досыма прикол ұстаймын, қасымда Димаш деген дос балам бар. Димаш, ассалаумағалейкум. Айтам ғой, прикинь деймін ғой. PlayStation подарить етсе деймін ғой. Деп қиялданып отырдық та. Жарайды деп прикол ұстап, әшейін күліп.
жаңағы уже подъездің алдына тұрсақ бір дәу коробка алып шығып жатыр, ішін қарасам PlayStation. Бәрекелді, әне. PlayStation 5 андай Pro деген последний не. Енді ол маған кәдімгідей осындай поддержка сыйлық беріп отқаннан кейін мен онымен араласып кеттім да. Дүние ішінде ойлап қалып жүрмін. Уже ойлап қойдық. Уайымдама. Ойлағанды өлтіреміз. Осы оқиғадан мен енді шабыттанып кеттім. Сол маған енді пик болды жаңағы PlayStation подарить еткен. Сөйтіп біз мендік емессің деген бір өлең жаздық. Сол біз тыңдарманымызға арнап, Римон фанаткасына арнап, мендік емессің деген бір ән жазған болатынбыз. Сол бұйыртса жақын арада осы айдың ішінде жарық көру керек. Екеуі негізі дос, иә? Сондықтан бағана айтып кеттік, қанша 1,5 жылдай біргесіздер, бір-біріңізді жақсы танисыздар. Сондықтан дәл қазір сіздермен шағын эксперимент, ойын десек те болады. Көз жапқыш дейікші, Көз жапқышты береміз, сіздерге белгілі бір сұрақтарды қоямыз. Сіздер жай ғана ол сұрақтың жауабы кімге қатысты екенін айтасыздар. Бол? Қарапайым әлеуметтік желідегі тренд. Қолмен көрсетесіздер ғой. Сонымен араларыңызда кім таланттырақ? Кім талантты? Әні қошеметтеріңіз. Кімнің жауапкершілігі төмен? Мойындады. Кім үнемі кешігіп жүреді? Кімнің қыздардан фанаттары көбірек? Кімнің жігіттерден фанаттары көбірек? Аха. Кім краш? Жақсы. Кім өзін қатты әдемі санайды? Араларында кім қатты бөлеседі? Қаттырақты бөлеседі? База бар да. Араларында кім мақтаншақ? База бар ғой, база дейді. База бар ғой, база. Кімнің қызы бар? Мен әйелім бар уже, өтіп кеткенбіз біз одан. Кім қыздар үшін көбірек қайғырады? Кім қыздар үшін мүлдем қайғырмайды? Бұған бәрі бір. Көріңдер ғой. 1-2 айда отношение көрмейтін бола. Кім ақшаны қатты жақсы көреді? Кім ақша десе өледі? Кім өзін ақылдырақ санайды? Кім Қызық Таймсты қатты жақсы көреді? Екеуміз бірге осы. Тамаша. Негізі байқасақ жаңағыда жауаптардың бәрі сәйкес келді. Бәрі сәйкес келді. Ендеше дәл қазір шағын дауыстарыңызды тыңдайық, гитара ойнайтындарыңыз бар ма? Бимонила. Бар. Білуімізше негізі Тұрармен бірге фитің бар сенің, иә? Иә, ұмыттың ба деген әніміз бар. Одан кейін жақында арамыз деген өлең шықты болсын 1 апта бұрын. Қанша миллион қаралым жинады? Ұмыттың ба, в общем, 43 миллионнан аса. Қошеметтеп, 43 миллион. Рахмет. 43 миллион, иә? Оны қалай жинап атсыңдар? 43 миллион, өзі 20 миллион елдеміз. Соны білмеймін, ойламаппын соны. Ойламапсыз, өзі жиналып батыр ма әйтеуір? Қосылып батыр ғой. Біз Қырғызстандан да тыңдайды, Өзбекстандан да бірнеше рет қайталап тыңдайды. Мен жалпы бұл әнді Тұрардың әні ме деп жүрмін ғой негізінде. Былай ғой бізде сол фитта қайырмасын мен жазғам. Мен ұмыттың ба деген қайырмасын 16 май күні таңғы 4:30 шамасында Бимо екеуміз жазғанбыз. Ал Тұрармен қалай? Тұрар өз ұсыныс жасады ма? Жоқ, мен өзім ұсыныс жасадым. Өйткені мен бұрыннан бері оны тыңдайтын әндерін. Ендеше достар, тыңдап көрелік. Бірден естеріңізге түседі, құрметті телекөрермендер. Қанеки? Ұмыттың ба? Кеттік ал. Ұмыттың ба жүрегімнің зардысы, ал мен қайтқым келеді сол айға.
Қара жерден мықты жүрегімнің тартысы, сені ұмыту оңай ма? Әлі еске алып тұрасың ба түндерде, біз тыңдайтын әндерге салып, орнымды жүректегі босаттың әлде, менің атым өткенде қалып. Рахмет. Тамаша. Өте тамаша, күшті ән екен. Жалпы сөйлегенде басқа екен де дауысың. Ән айтқан кезде бүйтіп бүйтеді екен де дауысың, иә? Маған сосын андай бір жаман әдетім бар, өлең айтсам бүйтіп кетемін ше андай. Бүйтіп мынандай түрмен мен ұмыт деп айта алмаймын ше. Иә, байқадым жаңа. Мен Иә, беті қозғалып көз жұмып кетеді екен де, давай көзді жұмбай, мимикасын айтып көрші ал давай. Еш мимикасыз көзіңді жұмбай, кәні. Мен ұмыттым ба жүрегімнің жартысы, ал мен қайтқым келеді. Айта берсей, жалғастыра бер. Қара жерден мықты жүрегімнің тартысы, сені Болмайды. Бәрібір кетіп қалады ондай. Бәрібір мынандайға кетіп Көз қаласың. жұмғысы келеді екен сонда да. Ана иірімдеріне келген кезде десең күштірек шығатын сияқты, как будто. Тамаша. Сезініп Яғни тұрасың. эмоциямен, сезіммен айтады, Иә, иә? сезініп. Қандай ең бір хитке айналған әндерің? Сүйе тұрған айтасың. Хаттарым. Кеттік ал. Әдемі басталған біздің махаббат, қазір оқымайсың мен жазатын хат. Уақыт таппай қалдың босамай бәлкім жүрегің сенің басқаны ұнат. Өртеніп барамын іштей күйіктен, қателестім бе екен сені сүйіп мән бермей барасың, айтшы алтыным, қалай түсінем. Ал сен мені сүйгенсің басында, ал қазір кім бар сенің қасыңда? Хаттарым оқылмай жүр әлі де, кімің бар айтшы менен жасырған? Ал мен сүйгенмін басында, сенің көңілің қалды расында. Хаттарым оқылмай жүр әлі де, білмедім жоқсың әлде барсың ба? Акимич қайттан кетіп қалды, мына жаққа кетіп қалды. Менің де түрім кетіп қалған шығар жаңа. Жоқ, сенің түрің осында қалып кетті. Нормально. Тұр, бүйтіп кәдімгідей бір орында тұр сен. Иә. Барлығы мұңды деп жатырық қой, иә? Иә. Мұңды деп жатырмыз. Бір көңілден шығаратын ой жоқ па? Бізде жалғыз бір көңілді ән бар. Леди деген бағана. Иә, оны тыңдадық. Басқа Бірақ мына алдыңғы хиттерін менің ойымша жобалап сәл ремикс жасап, сәл өңдеп көңілді қылуға болады. Көреміз бе? көрейік. Эксперимент жасап. Эксперимент. Көрейік. Жаңағы Тұрармен айтқан ұмыттың ба әнін көңілді той стилінде айтып көрейік. Кәнеке, көреміз бе? Той стилінде. Сонымен құрметті достар, алғашқы рет ұмыттың ба әні ырғақты, көңілді стилде. Акимич пен Бимодан ондайды күтпеген біз, ендеше дәл қазір күтпеген орындау. Кеттік! Мен ұмыттың ба жүрегімнің жартысы, ал мен қайтқым келеді солайға. Қара жерден мықты жүрегімнің тартысы, сені ұмытуым оңай ма? Қандай? Болмай ма? Иә. Қандай? Ну погодидің мультигі сияқты болып қалды, әндері сияқты болып қалды ма? Тағы қандай, давай, жаңағы хаттарымды көңілді айтып көрші. Қалай айтты? Ал сен мені сүйгенсің басында, ал қазір кім бар сенің қасыңда? Хаттарым оқылмай жүр әлі де, кімің бар айтшы менен жасырған? Ал мен сүйгенмін басында, сенің көңілім қалды расында. Хаттарым оқылмай жүр әлі де, білмедім жоқсың әлде барсың ба? Әдемі шығады ғой, Иә, иә? күшті. Сәл ығырақ қоссаң күшті шығар екен. Үйреке байқасаң, ырғақты айтқан кезде Айдостың түрі өзгерген жоқ.
Иә. Иә, бүйтіп көз жұмылып бүйтіп кеткен жоқ. Оны сезінген жоқпын деген. Қатты сезінбей айттым да. Аха. Көңілді андай өлеңді сезініп жеткізбесең. Бірақ көңілді әндер жарасады ғой, иә? Сондықтан алдағы Бұйыртса уақытта бір болашақта шығарамыз. Иә. сөйтсе де сіздерді осындай бір лирикалық, кәдімгідей қайғы, мұң, бір романтикаға толы әндер орындаушылар ретінде білеміз. Мұңды әндердің орындаушылар ретінде білеміз. Ал енді керісінше қалсақ ше, бір өте көңілді әнді өздеріңнің мынандай мұңды стильде айтып көрсекші. Ой. Не алдың? Үш струнан Қандай әнді айтамыз? Мысалы, Балқия. Балқияны айтып көреміз бе? Балқия әні Акимич пен Бимоның стилінде. Мұңды, минор стилде. Кездестік біз сол бір кеште тойда. Сәл даусын шаш. Дедім бірден анамай, жүрмейді екен жүрекке айла, құдаша қыз маладай ай. Билеп шықтым ортаға қарай, құдашаға құшақ жая. Ей қарындас, есімің қалай, дорогая. Өзімің Күшті кетті ғой? Күшті кетіп жатыр ғой? Я Кеттік, ары давай, қарай әдемі кетіп жатыр ғой. Өзімің балға дейші емес балғия, құдыша билесі кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. О, балғия, о, балғия. Браво. Әдемі. Кәдімгідей. Жазда өрен, дарите женщинам цветы, кеттік. Басқа аккордтан бастайық. Бит кетеді. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши, ландыши от души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Оқылма? Жинам цветы. Давай, және де үшінші ән Қызыл өрік. Кеттік ал. Қызыл өрік төгілгенде, қара жәшін өрілгенде, сенің нұрлы дидарыңнан күннің көзі көрінгенде. Қызыл өрік сүйіп қалдым мен сені өрім. Қызыл өрік, қызыл өрік ұшымаған бүлбүлім. На, кәдімгідей. На, Қызыл өріктегі қыз қайтыс болып кетті ма деп ойлап қалдым мен. Не деген Қызыл өрік емес, курага болып кетті ғой. кәдімгідей елжірет жібердіңдер ғой. Варенье қылып жібердіңдер ғой қызыл өрікті. Керемет. Бірақ өзгеше, иә? Өздеріне жараса деген лирикалық ше.
трансқа кіріп тұрып. Тамаша, қошаметтеріңіз талантты Акимит және Бимбо. Ендеше, құрметті Айдос, Бейімбет, сіздерге тағы бір шағын ойынымыз бар бағдарламаның соңында. Ендеше, сахна ортасына шығайық. Иә, реквизит сахнаға кеттік, қошаметтеріңізбен. Я, сонымен құрметті достар, қызықтайыз бағдарламасы жалғасуда. Дәл қазір біздің сүйікті айдарымыз Фата-Тита. Иә. Яғни, әдетте біз кейбір әннің сөздерін ұмытқан кезде белгілі бір дыбыстармен Қайрекең сияқты Фата-Тита деп айта беретін жайымыз бар. Дәл қазір соған байланысты айдарымыз. Арттағы экранда, Бимо, сен қарамауың керек. Арттағы экранда белгілі бір ән шығады. Сол әнге қарап, мен саған нақты дыбыстар берем. Сол дыбыспен ән жасырасың. Ал сен мақсатың ән табу қандай ән екен. Кейін орын ауысамыз. Кеттік. Кеттік ендеше бірінші, міне. Бірінші мына дыбыс. Пуэрто-Рикода қызға бас кетті. Дұрыс. Ойын шарттар түсінікті. Кеттік. Мына сөзбен қалай екен? Бұлқ. Төңке шампанды аспанға екеуізің. Сәл тезірек табуға тырыс. Так. Дауысы шыққан жоқ қой. Жоқ. Өзіңді Атын айтса әннің атын айтса. айға қарап. Аха. Тарқ. Енді тарқ деген мен қалай өлең айтады? Вот сонда ойынның мәні сонда ғой. Кеттіліғді ол тыңдамайт неге, бейдің үстіне бейсірайт неге олғы. Өте дұрыс. Келесі. Қалай тауып отыр, без подсказка. Іс деген звукпен. Іс деген. Бір жылан айтып атқан сияқты. Су. Үй жақта кезде су. Оның неге бәрі қайтпайды. Ома негізге Браво! Келесі. Фляк деген дыбыспен. Фляк. Біліп тұрсың айта берсе, беймін ақ қинап тұрсың. Айта бер. Айт. Біз сен тыңдауға келдік. Қайырмасы? жүрсің. Сол Түнгі қайырмасы ма? қалада қасыңдағы досым деген балама. Сонымен ендеше орын ауыстырайық. Барлығын тапты, бірақ сәл қинады енді. Сәл қинады, енді. Кеттік. Мінекей сенің мына дыбыспен чүлок деген. Қандай ән жасырамыз? Чүлок деген дыбысқа. Шлок. Ауырларым, жағындарым, ереңсінден жындарым бәрі. Браво, табылды. Молодец. Тапты. Қырт деген дыбыспен. Мен ешкімді сүймеймін, ешкім ұнама, көтерік сезім олғанын мен енді қалама. Браво! Мінекей шлөп деген дыбыс. О. Шлөп. Шлөп.
Шлөп, 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 шлөп. Шлөп, шлөп. Шлөп. Шіліп, қалай кетті? Менің әлемде ешкім жоқ, өзің ғана. Саған қалай айдал. Келесі. Цип. Цип деген дыбыс. Цип. Өзінің несі ғой? Давай. Цип, 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 цип. Цип, цип, цип. Цип, 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 цип. Цип, цип, цип. Цип, 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 цип. Цип, цип, цип. Цип, 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 цип. Я, тапта, Мария Магдалена келесі. Қалай болады екен? Фататита деген. Қалқам деген. Қандай? Өте дұрыс. Бимо бірінші орын сенікі. Өзің жасырып, өзің тауып жатсың. Міне керемет. Біз жаңа ойын шарттарына көштік. Дұрыс таптың, Бимо. Фататита, фата, фата, фататай. Фататита, фата, фата, фататай. Фататандын тайдым, пайдым, дайдайдым. Қандай ән? Хаттарым, Аким мен жібер. Әдімі басталған біздің махаббат, қазір оқымайсың мен жазатын хат. Уақыт таппай қалдың болсамай бәлкім жүрегің сенің. Бірге айтайықшы барлығымыз, бірге кеттік. Өртеніп барамын іштегі күйіктен. Мән бермей барасың айтшы алтыным. Қалай түсінем, ал сен мені басында, ал қазір... Рахмет. Рахмет, күшті болды, рахмет. Қош етіңіздер мінеке. Дәл осылай жігіттердің көңіл күйін де тексердік. Иә, тамаша. Сонымен құрметті достар, жас таланттар, болашақта сіздерден бұдан да көп хит күтеміз. Және де өз көрермендеріңізді керемет туындыларыңызбен қуанта беріңіздер. Көрермендерге кеш бойы қолдап отырғандарыңызға рахмет. Келгендеріңізге рахмет, сіздердің шақырғандарыңызға рахмет. Алла қаласа алда тағы да кездесеміз деген үміттеміз жаңа әндермен, жаңалықтармен. Бұйырса. Бимо. Рахмет сіздерге. Міне тамаша. Сау болыңыз дейміз ба? Давай. Осы біз... Ой. Так. Осы Не болды саған? Не болды? Өз сөйлемнің бас жағын ғана айта береді бұл. Арғара өздерін сөйлеміз. Осы біз, осы баг келген қуаныш. Бақ. Я. Еркебұлан аға, Ау. Марат аға, рахмет сіздерге шақырғандарыңыз үшін шынымен де қуаныштымыз. Көп рахмет. Өте қатты. Қызықтаймыз бағдарламасына рахмет, хабар арнасына рахмет. Сол сіздерге де рахмет, қолдап өтпейған приколдарға да күліп отқандарыңыз үшін рахмет. Рахмет. Келгендеріңе рахмет. Әрдайым осылай өздерінің керемет әуендермен, әндермен қуанта беріңіздер. Ендеше құрметті достар, хабар арнасының көрермендері, өкінішке қарай бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Сіздермен қоштаспаймыз. Сіздермен келесі аптада. Дәл осы арнада, дәл осы уақытта кездескенше дейміз. Ал дәл қазір сахнада Акимич және Бимо керемет ән. Сахна сіздерге. Рахмет. Әдімі басталған біздің махаббат, қазір оқымайсың мен жазатын хат. Уақыт таппай қалдың болсамай бәлкім жүрегің сенің басқаны ұнап. Өртеніп барамын іштегі күйіктен, қателестім бе екен сені сүйіп мән бермей барасың айтшы алтыным. Қалай түсінем, ал сен мені сүйгенсің басында, ал қазір кім бар сенің қасыңда? Хаттарым оқылмай жүр әлі де, кімің бар айтшы
жоқсың әлде барсың ба дәл мен сүйгендей мен сүй мен сен секілді ұмтайын жылытып мұздай жүректі жоғалып кетіп суытайын жоқ мен сезіммен ойнамайын ал сенші қолымтайын менің жүрегім сенікі ал сендік жүрек неге дайын жұлдыздар толған аспанда жарығайым ағарайым жүрегімнен қашқанда артымнан еріп барайын жолыңнан адассам да қате қадам бассам да артыңа қарап қой менің бармасаң сүйгенсің басында ал қазір кім бар сенің қасыңда хаттарым оқылмай жүр әлемде кім бар айтшы менен жасырған ал мен сүйгенмін басында сенен көңілім қалдырасында хаттарым оқылмай жүр әлемде білмедім жоқсың әлде барсың ба Басталған еді әдемі роман әдемі көйлек әдемі қадам әдемі сурет әдемі кештер қазір отырмын аузым уайымдауға не себеп болмаса да хэппи энд деп мені жұбататын айналамда түсінбейді сендердікі басқаша ал мен сендердікі басқаша ал мен сүйе тұра қоштастым іштей сені қалап тұрып көздеріңнен тамшылар құлап тұрып тәңіріңнен бақытыңды тіледі жүрегім жылап тұрып сүйе тұра қоштастым іштей сені қалап тұрып көздеріңнен тамшылар құлап тұрып тәңіріңнен бақытыңды тіледі жүрегім жылап тұрып өзгерші сөз берші болсыншы бәрі басқаша көтермеші дауысыңды тоқтауың қиын бастасаң тыңдашы мені бір сәтке дей бермеші қоштасам сылтау іздейсің кетуге ал мен түтінмен достасамын алтыным шақырым болса да арамызда 6 мың баруға дайын жүрегімнің салқынын сезуге көздеріңмен қайта жүздесуге көздерімнен тамшылар құлап тұрып тәңірімнен бақытымды тіледім сүйе тұра қоштастым іштей